Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай Рамазан айы құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның екінші күні. Ауыз ашарға ыстық тамақ, салат, шаймен жегенге зебра пирогын жасайтын боламыз. Ең алдымен ыстық тамақ, ол ұн қуырдақ деген тамақ жасайтын боламыз. Бізге керегі етті осылайша ұсақтап турап аламыз. Одан кейін сарымсағымыз бен сәбізімізді де тураймыз. Қазанымызға майымызды құйып, етімізді салып, жақсылап қуырып, үстіне сарымсағын салып, тағы бір араластырып, біраз қуырып, дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, біраз қуырып, бетін жауып, астын баяу отқа қоямыз. Оға дейін біз қамырын дайындай береміз. Бір жұмыртқаның үстіне тұзын салып, біраз су құйып, осылай араластырып, ұнымызды салып, бірінші қасықтың көмегімен араластырып аламыз да. Одан кейін қолымызбен иілеп, осылай иі қандырып, біраз 5-10 минутқа қойып қоямыз. Енді еттің үстіне морковын салып, араластырып, тағы да біраз қоямыз. Содан кейін үстіне суын құйып, еті пісқанша баяу отта тұрады. Оға дейін иі қанған қамырымызды жайып, жайма жайғандай осылай доп-домалақ жіңішке жұқа қылып жаямыз. Мінекей қамырымызды жайып болдық. Енді бұл қамырды қазір біз осылайша 4-ке бөлеміз. Газға тавамызды уже қыздырып қойдық. Сол қызған таваның үстіне осылай қамырымызды екі жағын осылай қыздырып аламыз. Осылайша кептіріп қыздырып аламыз қамырды. Мінекей осылай болады. Енді келесі қамырымызды да солай істейміз. Табаны майламаймыз, ештеңке істемейміз. Осылайша екі жағы қыздырылған қамырларымызды осындай жіңішке қылып, кеспе қылып кесіп, енді қазанымыздағы етіміз уже пісті. Если суы аздау болса, осылай мөлшермен біраз құясыздар да. Жәнегі кескен қамырларыңызды бетіне осылай жаймендеп саламыз. Ешқандай да араластырмаймыз. Только бетіне өстіп жайып салып қоямыз. Негізі бұл тамақты әркім әрқалай айтады. Нан палау дейді, нан қуырдақ дейді. Негізі Монғолияда көп жасалынады. Суйван деген атпен белгілі. Барлығы ингредиенттерді описанияның астына жазып кететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мінекей осылай бетіне салып шығамыз. Қақпағын жауып, баяу отта 15-20 минутқа пісіреміз. Пісіп болғаннан кейін, міне осылай үгітіліп, осылай бір-біріне жабыспай, осылай болып тұру керек. Өте дәмді. Негізі нанды кептіріп, осылай турап, еттің бетіне салып, еттің буымен пісірсе, өте ерекше бір дәм береді екен. Ал енді аузымызды ашып, тамақтанып болғаннан кейін тәтті нәрсемен шай ішкіміз келеді ғой. Сол кезде осы бір таптырмайтын зебра пирогын дайындайтын боламыз. Бізге 3 жұмыртқа, осылайша 3 жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Үстіне қантын қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Қантымыз ерігенше, осылай аппақ болып көпіргенше араластырып, үстіне мен мына сары майды микроволновкада ертіп алдым. Еріген сары майымызды қосамыз. Ыстық күйінде емес, жай жылы күйінде қосасыздар. Тағы да араластырып жібереміз біраз. Бір стакан айранның үстіне
1 шай қасық ас содасын салып араластырамыз. Міне көргендегідей көпіршиді, осылай көпіршік болады. Оны құямыз үстіне. Тағы да жақсылап тұрып араластырып, оның үстіне қопсытқышты салып, осылай илегіштен өткіземіз де. Енді бізге миксердің көмегі керек емес. Осылайша венчиктің көмегімен араластырамыз. Онды 2-ге 3-ке бөліп қосасыздар. Осылайша жақсылап араластырамыз. Мінекей дайын болды. Енді біз бұны 2-ге бөліп аламыз. Біреуіне какао қосатын боламыз. Мен осындай домалақ форманы алдым. Астына фольганы төсеп, өстіп 1 қасық ағынан тағы 1 қасық какао қосылған қамырдан кезек-кезек осылай салып отырамыз. Екеуінен кезек-кезек. Мінекей осылай ағаштың көмегімен осылай бетін әсемдеп қоямыз. Одан 180 градуста қызып тұрған пешімізге 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей уже пісіп дайын болды. Бетіне әсемдеп өздеріңіз білесіздер. Қант ұнтағында сеуіп қойсаңыздар болады. Енді тағамның қасына жеңіл салат жасаймыз. Дәрумендерге бай салат бұл. Бізге керегі қызылша, сәбіз, алма, йогурт. Осылайша бәрін үккіштен өткізіп аламыз. Одан кейін йогуртын қосып, жақсылап араластырамыз. Біз қою тағаммен бастасақ та, оразаның соңына дейін жеңіл салаттарды, жеңіл тағамдарды дайындап, организмімізді, асқазанымызды ретке келтіретін боламыз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.